Сәлеметсіздер ме балалар? Қазақтың билері, казахский би, аты аңызға айналған билер. Төле би Әлібекұлы, қазақ халқының қоғам қайраткері, атақты шешен. Қазыбек би Келдібекұлы, қазақтың атақты биі. Әйтеке би, шын аты Айтық Байбекұлы, қазақтың атақты шешен биі. Төле би Әлібекұлы, общественный деятель казахского народа, известный оратор, ведущий би, судья старшего жуза. Қазыбек би Келдібекұлы, известный казахский би, судья среднего жуза. Әйтеке би, настоящее имя Айтық Байбекұлы, известный казахский би, судья, оратор младшего жуза. Төле би Әлібекұлы. Төле би Әлібекұлы қазақ халқының қоғам қайраткері, атақты шешен, ұлы жүздің төбе биі. Жастайынан үздік оқып, арабша, парсша тарихи кітаптарды, аңыз, хисса тарихтарын ел арасынан тыңдап, өзінен бұрынғы өткен шешен билері мен хандар, бабалары тапқыр, өнегелі, нақыл шешен сөздерін ойына түйіп өседі. 15-20 жасында билікке араласып, әділдігімен, шешендігімен елге танылады. Жеті жарғы әдет заңын шығарушылардың бірі болды. Орта жүздің аға биі Қазыбек Келдібекұлымен, кіші жүздің аға биі Әйтеке Байбекұлымен бірге әз тәукенің басты кеңесшісі болды. Қабанбай батыр, Бөгенбай батыр, Жәнібек батырмен бірыңғай халық майданын құрып, азаттық күресін басқарды. Өзі билік еткен Шымкент, Түркістан және Ташкент қалаларында көпшілік пайдаланатын ғимараттар салу ісіне белсене араласқан. Төле би Әлібекұлы. Төле би Әлібекұлы – общественный деятель казахского народа, известный оратор, ведущий би, судья старшего жуза. С детства проявил прилежание к учебе, зачитывался историческими книгами на арабском, персидском языках, интересовался историями легенд, изучал мудрые изречения, меткие, точные и нравственные слова, высказанные красноречивыми биями и ханами. Стал одним из авторов первого правового свода казахов «Жеті жарғы». Вместе со старшим бием среднего жуза Қазыбеком Келдібекұлы и старшим бием младшего жуза Әйтеке Байбекұлы был ведущим советником мудрого хана Тәуке. Организовав вместе с батырами Қабанбаем, Бөгенбаем и Жәнібеком единый народный фронт, возглавил освободительную борьбу против джунгар. Активно участвовал в возведении уникальных архитектурных сооружений в городах Шымкенте, Түркістане и Ташкенте. Қазыбек би Келдібекұлы. Қазыбек би Келдібекұлы 17 ғасырдың аяғы мен 18 ғасырдың алғашқы жартысында өмір сүрген қазақтың атақты биі. Орта жүзді билеген Тәуке, Семеке, Әбілмәмбет, Абылай хандардың тұсында мемлекет басқару ісіне белсене араласып, қазақ хандықтарының ішкі және сыртқы саясатына едәуір ықпал жасап отырған. Жоңғар басқыншылығына қарсы халық күресін ұйымдастырушылардың бірі. Тәуке заңдарын жинағы немесе жеті жарғыны жасауға қатысқан. Абылай жоңғарлардың қолына түскенде оған белсене араласып құтқарып алады. Ресеймен достық қарым-қатынаста болуды мақұлдап, Цин империясымен тығыз байланыста болуға қарсылық білдірген. Қазыбек би ел арасында қаз дауысты Қазыбек атанып кеткен. Қазыбек би Келдібекұлы. Қазыбек би – известный казахский би, судья, живший в период конца XVII – начала XVIII веков. Правил средним жузом. Активно участвовал в делах государственного правления во времена ханов Тәуке, Семеке,
Абельмамбета Аблая. Способствовал действенности внутренней и внешней политики казахских ханов. Стал одним из организаторов всенародной борьбы против джунгарских оккупантов, участвовал в разработке первого свода казахских законов, сборник законов хана Тәуке, Жеті жарғы. Поддерживая налаживание дружеских связей с Россией, он одновременно выступал против тесной связи с Цинской империей. В народе Қазыбек би слыл как Қаз дауысты Қазыбек. Қазыбек с гусиным голосом. Қаз значит гусь, то есть звонкоголосый. Тот, чей голос звучал в самых дальних степях, как голос Родины. Айтеке би, шын аты Айтық Байбекұлы. Айтеке би, шын аты Айтық Байбекұлы, қазақтың атақты шешен биі. Әбілқайыр ханға дейін кіші жүзді басқарған. Айтеке би жас жағынан атақты Төле би мен Қазыбек биден кіші, бірақ өзінің даналығымен ел билеп, өз замандастарынан қалыспаған, ешкімнің атақ даңқына табынбаған. Оның даналық сөздері осы уақытқа дейін халық аузында сақталған. Тәуке хан дәуіріндегі қазақ хандығының аса көрнекті билерінің бірі ретінде Жеті жарғыны шығаруға елеулі үлес қосқан. Ол бір орталыққа бағынған қазақ хандығын құруға белсене атсалысты. Айтеке би, настоящее имя Айтық Байбекұлы. Айтеке би, настоящее имя Айтық Байбекұлы, известный казахский би, судья, оратор. До Аблайхана он возглавлял младший жуз. Айтеке би был по возрасту младше знаменитых Төле би и Қазыбек би. Однако он прекрасно управлял страной. Никому из современников не уступал, перед славой и заслугами не преклонялся. Его мудрые изречения до сих пор живы среди народа. В эпоху Тәуке хана он, как один из виднейших биев казахского ханства, внес заметный вклад в сотворение первого свода законов казахской степи Жеті жарғы, 7 указов. Айтеке би активно ратовал за объединение казахского народа, за единое и сильное государство, за справедливое общество.